Саламатсыздар ма оқушылар? Отырамыз. Жақсы балдар, көңіл күйлеріңіз қалай? Аха. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Жақсы оқушылар, сыныбымызда кім жоқ бізде? Жол жігіт босатылды, да? Түгел. Жақсы. Балдар, мен үй тапсырмасына есептер бердім, да? С деңгейіндегі тапсырмаларды бердім. Орындап келген оқушы бар ма? Жақсы. Тексереміз қазір. Дұрыс. Тағы орындады. Так. Ага. Газ болады, дұрыс. Қайсы? Екі болады, екі болады. Дұрыс. Аған орында. Так. Газ болады бізде. Жақсы. Оқушылар, тапсырмаларымызды орындап келіппіз. Кейбір оқушыларда кішкене түсінбей қалғандар бар екен. Біз енді жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын мына тақтадағы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші, қараңыздар. Мына жерде жай затты көрсетіңіз дейді. Бізде бірінші. Аха. Келесі. Темір. Аха, айтамыз. Оттек. Бізде жай заттары екен. Келесі, күрделі заттарды атаңыздаршы. Аха. Аха, тоспа калий нитраты. Келесі, коэффициент. Коэффициент дегеніміз не? Атом сандарын дұрыс айтасың. Молекула санын көрсететіндер. Ал индекс дегеніміз не? Индекс. Атом санын көрсететін заттары. Ал реагент дегеніміз не? Реакцияға түсетін заттар. Оларды біз реагенттер еткеніміз. Ал өнім дегеніміз реакция нәтижесінде түзілетін заттарды атайды екенбіз. Балдар, қараңыздар. Қандай суреттерді көріп отырмыз? Жалпы біз химиялық реакцияларды көріп отырмыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз онда химиялық реакцияның типтері екен. Осы болып жатқан реакциялардың барлығын біз 4 типке бөледі екенбіз. Бүгінгі тақырыпты жазыңдар, оқушылар. Так, жазамыз. Бізде бұл тақырып химиялық реакцияның типтері, оқу мақсаты бастапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы бойынша химиялық реакцияларды жіктеу. Оқу мақсатымыз осындай. Так, тақырып жазып болдық па, балдар? Жақсы, енді қараңыздар. Балдар, бізде химиялық реакциялар 4 типке бөлінеді екен. Олар бірінші реакцияның типі қосылу реакциясы екен. Орын басу, алмасу, айырылу болып 4 типке бөлінеді. Соның ішінде біз қазір танысатынымыз қосылу реакциясы. Мұқият тыңдаймыз. Екі не бірнеше заттан бір өнім түзіледі. Екі немесе бірнеше заттан бір өнім түзіледі. Енді қараңыз, егер А, В заты қосылған кезде А, С жаңа өнім пайда болады екен. Жаңа бір зат пайда болады екен. Келесін қараңыздар, А, В, С заты қосылған кезде Д заты пайда болады екен. Көрдіңдер ғой, да? Ал енді айырылу реакциясы. Бір зат бірнеше затқа ыдырайды. Бір зат бірнеше затқа ыдырайды екен. Мысалы, А, В заттарымыз А, В болып құрамындағы заттар бөлініп шығады екен. Егер одан да күрделі заттар болатын болса бізде А, В, С заттары А, В, С зат болып бөлінеді екен. Құрамындағы заттар бөлінеді, басқа зат бөлінбейді. Келесі, мысал келтірілген кальций карбонатын алатын болсақ, олар кальций оксиді, сосын көмір қышқылы газы болып бөлінеді екен. Келесінде бізде азот қышқылы, ол кезде ыдыраған кезде азот оксиді, су, оттек болып бөлінеді екен. Бұл бізде қандай реакция типі екен, балдар? Айырылу. Келесі, орын басу. Қараңыздар, белсенді металл басқа элементті ығыстырады дейді. Белсенді металл басқа элементті ығыстырады. Егер жай байқап отырсаңдар, А затына В, С затын қосқан кезде А, С заты пайда болады екен, В заты бөлініп шығады екен. Мысал алып қарайтын болсақ, темірге мыс сульфатын қосқан кезде темір қай металдың орнын басып тұр? Мыстың орнын басып, мыс
бөлініп шықты. Орын басу деген реакция типі осыны айтады. Кез келген элементтің белсенді металдарымыз басқа элементтерді ығыстыра алады екен. Келесі бізде алмасу. Екі күрделі зат иондарымен алмасады. Байқап отырсаңыздар, екі күрделі зат реакцияға түседі екен. Орын басудың кезінде бір жай зат, бір күрделі зат еді. Енді алмасудың кезінде АВ заты мен СД заты реакцияға түседі екен. А мен Д, С мен В заты бірігіп, бізде осындай алмасу реакциясының формуласын білуіміз керек екен. Енді мысалдар қарайтын болсақ, мыс оксидіне тұз қышқылын қосқан кезде біздегі мысымыз сутектің орнына барады да, мыс хлориді пайда болады, сосын біздегі ортадан су пайда болады екен. Түсіндік па балдар? Сұрақ бар ма? Бізде реакцияның типі 4 типке бөлінеді екен. Олар қандай? Қайталаймыз. Қосылу, айырылу, орын басу, алмасу. 4 типке бөлінеді екен. Жазып алыңдар. Алдыңызға парақтарда берілдің, кітабыңызға несін жазып алың. Формуласын, негізгі формуласын жазып түсіріп алыңдар. Жақсы оқушылар, бүгінгі тақырыпқа байланысты біз тапсырмалар орындаймыз. Біз бірінші тапсырмада орнын тапқан асық әдісі. Бұл жерде балдар сендерге екі вариантта беріледі. Алдарыңызға асық қойылады. Екіншісі электронды түрде орындайтын боламыз. Бұл жерде не істейміз? Бізге берілген жаңағы 4 типтің формуласын нақтылап алуымыз керек. 4 типті ажырата алуымыз керек. Осыны асықтар арқылы біз орындаймыз. Келесі. Жақсы, қалғандарымыз біз тақтадағы электронды асықтармен орындаймыз. Келеміз. Жақсы оқушылар, бізде тақтада электронды асықтар бар. Бұл асықтарды қолдана отырып, біз химиялық реакцияның типтің формуласын жаза білуіміз керек. Ал кім шығады тақтаға? Келеміз. Келің. Тағы. Орындаймыз. Мысалы жазын орын басу. Жақсы, қосылудан бастап жаза қой. Қосылу реакциясының формуласы. Дұрыс орындадық па, балдар, қараңыз. Дұрыс. Келесі. Келеміз, Жаслан. Жаслан, орын басуды жазып берші. Орын басу реакциясының формуласын. Орын басу. Орын басу екі күрделі зат болып кетті ғой сенде. Бір жай зат, бір күрделі зат. Келесі бізде кішкене төмен түсір. Асықтарым көтеріліп кетті ғой. Да, бізде таза бір зат пайда болды. Міне, көрдік қой, да, балдар? Бір жай зат пен бір күрделі зат, бұл жердегі А затымыз екінші затқа қосылып, жаңа бір затты пайда етті. Келесі кім шығады? Жақсы оқушылар, енді үшінші тапсырмамызды орындаймыз. Бізге белгісіз формулалар келеді. Бұл формулаларды әр типке орналастыруымыз керек екен. Мысалы, қараңыздар. Мына формула беріледі. Барий хлориді бізде қандай типке кіреді? Алма, су. Себебі екі күрделі зат шығып тұр. Кім шығады тақтаға? Келеміз. Келің. Бұл қай реакция типіне кіреді? Қараймыз. Екі күрделі зат. Не үшін? Дұрыс па, балдар? Тексереміз. Сырыканы бас бір рет. Бізде бұл қате. Бұл қай реакцияның типі? Орын басу ма не? Алмасуға кетеді. Отырамыз. Келесі оқушы шығады. Келесі кім шығады? Қарақат, келеміз.
Бізде бұл қандай реакция типі? Тыңдаймыз, қарақаттың өз орындасын. Мұқият қараймыз. Орындаймыз. Бұл бізде айырылу. Себебі, тексеріп қара өзіңді. Дұрыс. Себебі бір затымыз бірнеше затқа ыдырап тұр, да? Айырылып тұр. Жақсы. Келесі кім шығады? Келесінде. Келеміз. Так. Орын тексереміз. Дұрыс. Орын басу реакциясы. Келеміз. Бұл қандай реакция типі? Тыңдаймыз. Жаз, қой. Тексер өзіңді. Дұрыс. Келесі. Аян. Бұл қандай реакция типі? Өз орындайды, аянның өз орындайды. Тексер. Дұрыс. Келесі. Келесі, бізде бұл реакция қосу. Тексереміз. Келесінде орындап кетші. Бұл бізде қосылу. Тексереміз. Дұрыс. Келесіне кім шығады? Келеміз. Өз орындасын. Не үшін орындасу? Тексеріп қараймыз. Бізде бұл қате. Бұл қайсына барады, балдар? Алмасу. Да? Алмасу. Ал, мұнан орындаш кел. Қандай реакция типіне кіреді? Тыңдаймыз өзің. Отыр. Мынау қандай енді? Жаз. Орында. Мұнда кел, жазып кет. Стрелканы бас. Бұл бізде айырылу реакциясы. Бұл да бізде айырылу реакциясы екен. Жақсы, оқушылар түсіндік қой, да? Реакцияның типтерін біз өзіміз 4 типке бөліп ажырата алдық. Енді балдар, сендерге кімде қандай сұрақ болды, балдар? Мұндай түсінбеген сұрақтарыңыз болды ма? Апай, бұл қалай? Мына реакция қайдан шығып кетті? Екі қосылып жатқан, екі күрделі зат, одан бірақ 3 сат шығып жатыр деген сұрақтар бар ма? Жоқ, түсінікті қойды, да? Енді келесі тапсырмаға өтеміз. Бізде келесі тапсырма сендерге алдарыңызға формула беріледі. Олардың қандай тип екенін анықтауыңыз керек. Әр топқа жұптық ретінде беремін, орындаймыз. Дәптерімізге жазың, қандай тип бұл? 5-ші тапсырма. Жақсы оқушылар, енді берілген тапсырманы кім болды? Орындап болғандар бар ма? Тақтаға шығамыз. Келеміз. Тақтаға жазып көрсетеміз. Кім шығады? Тағы екінші топ жазып жатырмыз ба? Келеміз. Тақтаға жаза ғой. Бұрмен жаза бер. Или бұлай жазып кете берсек те болады. Мынаған жаза бер. Келесіне кім шығады? Жаслан, келеміз. Екінші тақтаға орындай береміз. Дұрыс. Бұл бізде қосылу реакциясы. Келесіне кім шығады? Келесіне. Қайда жаңа парағымыз? Келесі. Келе ғой. Қарақат шық. Кім шығамыз? Жазып бердік қой. Шыға бер. Жоғын шыға бер. Жақсы. Жаспа. Бізде бұл қосылу болды. Мынау қандай реакция типі? Орын басу. Себебі бір жай зат, бір күрделі зат бізде мырыш сутекті ығыстырып шықты. Жақсы, отыр. Орын басу. Екінші борды алып, қарақат жаза бер. Жарайсың, Аян. Так, қосылу болды. Қосылуды жазып кетсеңіз болды. Реакциямыз тең ғой. Дұрыс. Так, бізде екі күрделі зат берілген.
Жазып алыңдар тақтадағыны балдар. Тақтадағы жұмыстарды жазып аламыз. Жақсы оқушылар, осы орындаған тапсырмамызға түсіндік па? Да? Берілген біз реакцияларды жалғастырып, олардың типтерін анықтадық. Енді келесінде біз белгісіз заттар қосылады, оның өнімдері жазылған. Қандай заттар қосылды реагентте? Соны анықтап, типін анықтайтын боламыз. Мысалы, қараңыздар, келесі тапсырмамыз бізде осы тапсырма. Қандай заттар реакцияға қосылған? Одан натрий хлориді мен сутек газы бөлінген. Тапсырманы дәптерімізде орындап, сосын әкеліп көрсет. Кім жылдам әкеліп көрсете алады маған? Тез орындаймыз. Тез. Дұрыс. Кел, тақтаға орындай ғой. Жазып жібере ғой, бір екі реакциясы. Мында жаза ғой. Жаза бер осында. Алып келеміз дәптерді. Дұрыс. Мына жер 2 коэффициент болады. Дұрыс. Жақсы. Келесі кім орындады тағы? Бар ма тағы орындап жатқандар? Жақсы оқушылар, бізде берілген тапсырманың барлығын орындап болдық. Енді қараңыздар, қандай сұрақ бар? Түсінбеген. Түсіндік па? Бізде қандай реакцияның типтері бар екен? Қайталап жіберейікші. Қосылу, айырылу, орынбасу, алмасу. Енді қараңыздар балдар, не білдім, не білгім келеді, не білмейтінім, түсінбейтінім бар деп, я? Менің білгенім реакцияның 4 типі бар. Менің білгім келеді реакция, алмасу, орынбасу. Кішкене қиындық туындағандар да? Ал білмейтінім? Барлығын білдік. Жақсы, жарайды. Балдар, онда біз сабағымызды аяқтаймыз. Үй білгім келеді, парақтарыңызға жазып, маған осында қойып кетесіңдер. Мен соны тексеріп, келесі сағатта ескеретін боламын. Енді балдар, қараңыз, сендерге үй жұмысына химиялық реакциялардың типтері өмірде тақырыбында шағын посттер дайында дейді. Осыны жазып алыңдар, үйде орындап, келесі сағат алып келеміз. Тақтадағын жазып алың. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау, саламат болыңыздар.